сәттілік. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, оқырмандар. Елдегі болып жатқан төтенше жағдайға байланысты ұйымдастырылған семинарға қош келіпсіздер. Семинардың тақырыбы ұлы халықтың ұлы Абай. Семинарымыздың мақсаты ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын насихаттап, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу. Көркем сөйлеуге, өз бетімен іздене білуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге көмектесу. Абай дара, Абай ақын, Абай ойшыл, Абай күйші, Абай композитор. Қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген, әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүре бермек. Ол өткен заманның кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті. Жүрегімізге қонымды Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Құрметті қатысушылар, студенттер, осы уақытқа дейін Абай туралы біз не білеміз? Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы қандай мағлұматтарды білеміз? Соларға сіздерге сәл сұрақтар беріледі. Соларға атсалысып жауап беріп отырсаңыздар. Бірінші сұрағымыз: Абай алғашқы өлеңін қай ақынның атынан жариялап отырды? Көкбай. Студенттер, қосыла отырыңыздар, сұраққа жауап. Қалай деп ойлайсыздар? Абай алғашқы өлеңдерін қай ақынның атынан жариялап отырды? Көкбай ақынның. Дұрыс. Абай туралы ең алғаш жазған кім? Жауап бар ма? Жарайды, келесі сұрақ. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев деп атаған кім? Ахмет Байтұрсынұлы. Абай Лермонтовтың қанша шығармасын аударған? Кім біледі? 27. Жарайды. Келесі сұраққа көшейік. Поэманың тақырыбы әділдік пен жауыздықтан құрылған. Ғұлама ғалым арқылы жауыздығын өзіне мойындатып, қан төгуден бас тартқызған Абай поэмасын атаңыз. Ескендір. Жас балада анадан туады, екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Екіншісі білсем, көрсем, үйренсем екен дейді. Бұл жан құмары. Осы үзінді Абайдың нешінші қара сөзінен алынған? 7-ші қара сөз. Абайдың 7-ші қара сөз. Дұрыс. Абайдың қараңғы түнде тау қалғып әні кімнен аударылған? Лермонтов. Бұл сұрақтардың жауабын бұрыстығын келесі слайдымызды тексеріп өтуге болады. Сұрақтардың жауаптары алдарыңызда ұсынылған. Абайдың алғашқы өлеңдерін қай ақынның атынан жариялап отырды деген сұрақтың жауабы Көкбай. Абай туралы ең алғаш мақала жазған Бөкейханов 1903 жылы Петербургте жазған екен. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев деп Ахмет Байтұрсынов атаған. Абай Лермонтовтың 27 шығармасын аударған екен. Поэманың тақырыбы әділдік пен жауыздықтан құрылған. Ғұлама ғалым арқылы жауыздығын өзіне мойындатып, қан төгуден бас тартқызған Абай поэмасы Ескендір поэмасы екен.
Мына жерде дұрыс жауап берілді. Жас балада анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тән құмары. Екіншісі білсем, көрсем, үйренсем деп тұрады. Бұл жан құмары. 7-ші қара сөзінен алынған екен. Абайдың қараңғы түнде тау қалқып әні Лермонтовтен аударылған. Келесі Абай туралы өзімізге мағлұмат алып алдық. Ары қарай жалғастырайық. Абай 1845 жылы 23-та Семей облысы облысының Шыңғыс тауларында деген жеріне дүниеге келген. Әкесі Құнанбай Абайдың нәрсе мына Абайдың Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі қара сөздері. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның өнеріндегі танымын даралап жазған деген. Бізде оқып студенттеріміз келесі кезекте Толы Өмірбек 6-шы қара сөзін айтып өтеді. Бәріміз тыңдайық. Абайдың 6-шы бірлік қандай елде болады? Болса екен дейді. Олай болғанда күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім еспесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырысалды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шыққандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес, көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің ас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да алген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Рахмет. Ноғайып Айбол 31-ші қара сөзі. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді, бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғалымды тоздыратығын нәрселер. Келесі айдарымыз өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Русланова Айкөркем, Татьянаның Онегинге хаты.
Тым білдірмей, япырмау деп айтамын. Білдірмей, не салсам татамын. Талапсыз, бақсыз мен сорлы, еріксіз аттап ұяттан, қорлыққа көндім бұл құрлы, байқалар халім бұл хаттан. Әлімше мен де ұялып, білдірмен дедім, өлсем де, шыдар ем күйіп мен жанып, айында бірер көрсем, болмады көріп қалуға, есітіп біраз сөзіңді, шыдар ем бір ай жатуға, ұзақ түн жұмбай көзімді. Қызықтан қашып бұл жерге, көңіліңіз суып келіпсіз, мәнісін сұрап бірерге, тілде салмайын еріксіз. Келмесең егер сен бізге, сау болмас әлбетте, болмасам ашынам мен сізге, түспесем мұндай бейнетке. Асау жүрек қайнамай, жуасырмеді кезінде, елден бір жақсы сайламай, бармас пе мерге өзімде. Өзгеге ешбір дүниеден, еркімен тимес бұл жүрек, әдетсіз тағдыр ете, қожам сенсің не керек. Тіршілігім құрбандық, шыдамай сені көргенше, тәңірімнен келген бұл жарлық, ем сенсің өлгенше. Әуелде кірдің түсіме, ортақтасып өміріме, толғау салып ішіме, сол күнді-ақ жақтым көңіліме. Құдайдан болғай деп емі, құдайыны мол бердім. Көрген жерде-ақ мен сені, осы екен ғой сол дедім. Жатқан сайын ұйқыға, дұғы қушем шошынып, ұнатып мені құлқыңа, жүруші едің қосылып. Түсімде мені жұбантып, жылы сөзбен сөйлесіп, кетуші едің қуантып, қалушы едің көңіл өсіп. Шыныңды айт, кімсің тербеткен, иенбісің сақтаушы, әлді азғырып әуреткен, жаумысың тең таптаушы. Шеш көңілімнің жұмбағын, әлде бәрі алданыс, жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айғалыс. Не болса да өзімді тапсырдым сізге, толтырып жасқа көзімді, есіркедеймін жалынып. Бұл жерде ешкім сырымды білмейді, айтып нетейін. Жақтырмай бұссаң нұрымды, білдірмей күйігедейін. Күтемін сізден қайта хат, қуандырып ертім жаз. Ол болмаса шыныңдай, күн өзімде өзім аз. Өз хатыма өз көзім, ұялып, қорқып бағалмас. Кепілім менің бір өзім, бөтен жан несіп таба алмас. Рахмет. Рахмет сізге. Жұбанов Алмат, Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алланың сөзі де рас, өзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырылмас. Әмәнту оқымаған кісі бар ма? Уақыту бихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жарлықпен ол сіздерге, сізде оларға. Замана, шаруа мінез күнде өзгерді. Оларға кез-кезімен нәби келді. Қағида шариғат өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлық өзгерер, Алла өзгермес. Ахли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Рахмет апай. Рахмет сіздерге, студенттер. Мұхтың атасы әуез Абаймен сыйлас болған кешір. Мұхтар сауатын Абайдың қолжазба өлеңдерін оқып жатырмыз. Мұхтар Әуезовтің шығармашылығында Абай бет бұруы Абай дәуірінің басталуына ерекше орын алады. Алдымен Абай трагедиясы жазылды. Онан соң шығармашылық толғанысы 15 жылға созылған 4 кітаптан тұратын Абай жолы дүниеге келді.
1959 жылы Лениндік сыйлық алған Мұхтар Әуезовтің 4 кітаптан тұратын Абай жолы роман эпопеясы қазақ әдебиетінің әлем мойындаған үлкен жеңісі. Роман эпопея Абай жайлы болғанымен ұлы тұлға бейнесі, ол бүкіл қазақ қоғамының жарты ғасырлық даму жолымен бірлікте алынып көрсетіледі. Кең құлашты суреткер Абайдың өсу жолы арқылы ұлтымыздың рухани өсу жолын көз алдымыздан өткізеді. Абайдың азамат, ақын, ел данасы бийлігіне көтерілуі қоғамның дамуымен қатар өріледі. 4 томдық эпопеяның әр таралуы Абай өмірінің әр кезеңін суреттейді. Жас Абай, ақын Абай, аға Абай, дана Абай, міне Абай образы осылай күрделене түседі. Абай жолы эпопеясы, роман эпопеясының сіздерде алдарыңызда QR коды берілген электронды нұсқасын телефондарыңызда кез келген жағдайда оқуларыңызға ыңғайланып жасалынған. Келесі Абайдың бірден бір ұлы ақын ағартушы Абай музыкалық саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Өзінің асыл өлеңдерін, қара сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнінде де оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезеңде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. Халықтың музыка ауыз дәстүрлік қалыпта еді. Сондықтан Абайдың әндері де қазақтың басқа халықтық ән күйлер сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Алдарыңызда Абай композитор екенін дәлелдейтін өлеңдер берілген. Көңіл құсы құйқылжыр, құлақтан кіріп бойдалар, көзімнің қарасы, желсіз түнде жарығай. Айттым сәлем қаламқас. Соның бірі көзімнің қарасы әнін бәріміз бірдей отырып шырқайық, орындайық. Ай көркен көзімнің қарасы-ай, бітпейді ау іштегі ашықтың жарасы-ай, бітпейді ау іштегі ашықтың жарасы. Қазақтың анасы-ай, ағасы бары демес сені деймін, адамның баласы бары демес сені деймін, адамның баласы. Рахмет, құрметті студенттер, ұстаздар. Енді әдеби оқулықтарға арналған тегін сайттарды сілтемесі төменде берілген. Осы Абай туралы және де басқа ақын жазушыларымыз арқылы көптеген материалдарын осы сайттардан ала алады екенбіз. abayalemi.kz, kitap.kz, әдеби-портал.kz, bilimol.kz, жарар.com, инфоурок,
нүкте.ру және тағы да басқа сайттардың сілтемесі берілді. Осы бойынша өздеріңізге қажетті мағлұматтарды алып отырсаңыздар болады. Енді осы жерде өзіміздің арамызда ұстаздарымыз бар. Қазақ тілі қазақ әдебиетінің мұғалімі Баян апайға сөз кезегін берсек. Құрметті студенттер, оқытушылар, бүгінгі жиынға қатысып отырған барлығыңызға біздің қазіргі кезде болып отырған төтенше жағдайға байланысты жағдайлар біздің жаңағы білім алуға, бұл халықтың ұлы абайы деген атты вебинарымызға, болмаса абайды оқуға білім алуға еш кедергі келтірмейді деп ойлаймын. Абайды оқы, абайды білуіміз керек. Яғни абайдың әр қара сөзі философиялық тұрғыдан жазылған. Яғни бұнда тәрбие де бар, білім де бар, басқа да бар. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Рахмет. Жанат апай, бірер сөз айтып берсеңіз. Енді студенттер бар, ұстаздар бар. Үлкен рахмет. Бүгінгі ұлы халықтың ұлы абай атты вебинар ұйымдастырып жатырмыз. Мақсатын жаңа айтып кеттіңіздер. Өте жақсы, белсенді студенттер қатысып отыр. Абайдың өлеңдерін айтып жатыр, қара сөздерін айтып жатыр. Мен ойлаймын, осы сіздерге бүгінгі вебинар өте мағыналы болды деп жаңа сіздерге айтып жатыр ғой. Бос уақыттарыңызда осы абайдың кітаптарын оқып, өздеріңізді рухани тұрғыда дамытуға толық мүмкіншілік бар. Сол сілтемелерді қолданып, қазіргі мүмкіндікті пайдаланып, абайдың оқуларын оқып, бейнебаяндарын қарап, ары қарай өздеріңізді дамытсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Енді бүгінгі сабақ вебинардың мақсаты сіздерді енді көркем сөйлеуге, әдеби кітаптарға қызығушылықтарыңызды танытуға бағытталды ғой. Ары қарай өздеріңізде осындай әртүрлі оқулықтарды, әдеби кітаптарды оқып, кітапты сүйіп, өздеріңізді жан-жақты дамытсаңыздар өте жақсы. Үлкен рахмет баршаңыздың қатысқандарыңызға. Алдағы уақытта да тағы да басқа тақырыптарда вебинарлар болады. Белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Студенттерге айтып жатқаным. Рахмет. Енді неге тіл маманы ретінде өзімнің пікірімді білдіріп кетсем, жалпы абай әлемі туралы айту бұл әрине шексіз. Бүгінгі вебинардан тек қана оның бір ғана шетін ғана түсіндік. Абайдың бүкіл туындыларының барлығы бірнеше тілге аударылған. Күні кеше осы колледжде өткен төтенше жағдай болмас бұрын дөңгелек үстелде де осы абай әлемі туралы көптеген жаңағы шығармашылығы туралы, оның аудармалары туралы қызықты деректерді көптеп талқылаған болатынбыз. Жалпы абай әлемі туралы тек бір күнде айтудың өзі бұл таусалмаймыз. Сондықтан да абайды оқи беруіміз керек. Біз абай арқылы қазақты танимыз. Ал қазақ десе абайды таниды. Сондықтан да абай шығармашылығын әрдайым оқып жүруіміз керек. Яғни оның қара сөздерін, оның жалпы басқа ақын жазушылардан салыстырғанда жаңа жылдың 4 мезгіліне арнап жазуы, жазба әдебиеттің бастауы осы абайдан алынуының өзі өте ғажап. Жалпы ғақлияттық сөздерінің өзі біздің өмірге азық болатыны сөзсіз. Абай композиторлығы, жалпы абайдың шығармашылығын әрқашан оқудан жалықпайық. Өздеріңіз жаңа көрдіңіздер. Абайдың жаңағы бүкіл өн бойын тану үшін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясын сіздерге алдарыңызға ұсынып отыр. Осыны оқуларыңызды бізде ұсынамыз. Қанша рет эпопеяны оқысаңыздар, сонша жаңа өмірге көзқарастарыңыз өзгеретіні сөзсіз. Сондықтан да абайды оқудан ешқашан жалықпайық. Абаймен мақтанамыз. Абай дара, абай дана қазақта деп бекер айтпаса керекті.
Тұрсынай. Рахмет сізге, Ләззат апай. Тамара апай. Мына қатысушыларға рахметімізді айтамыз. Мына ойлаймыз, мына бос уақыттан тиімді де пайдалы өткізесіңдер деп мына сайттар беріліп жатыр. Сайттарға сілтеме берді бүгін Тұрсынай Ықсанқызы. Солардан мына көркем әдебиетті оқып тұрыңыз. Текстовой, звуковой нелері бар кітаптардың. Соларды оқуға ұсыныс беріп жатырмыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.